Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Айнұрдың саяжайына қош келдіңіздер. Мен өзім де бүгін келдім саяжайға. Дала өте жел болып тұр және бүгінгі істейтін жұмыстардан бөлек қазір ас әзірлеймін. Жарық әлі берген жоқ. Сондықтан ол асты мен далада әзірлеймін. Ал ендеше кеттік. Ал достар, мінекей менде ас әзірлеуге жуа пияз бар, картоп бар. Содан кейін қандай тауық сан бар. Осылардың бәрін араластырып, майды қосып жіберіп, далаға тамақ жасаймыз. Достар, мынау менің қазіргі тамақ жасайын деп жатқан ошағым. Осы жерде болашақта ошақ жасаймыз, соның орнына осылай ыққып жасап қойдым, себебі жел өте қатты соғып тұр. Мына шелекті төңкеріп, кесіп жасап қойған неміз походқа шығатын қазан. Осымен жасаймын. Отын іздеп әуре болмайсың ғой, мінекей. Ондай ағаштың қалдықтары да жүзім түбінде жатады. Дайын отын да осылар. Қазанға от жақтық. Орналман. Бай. Мына жерде алаңқай біздің мына жерде качеля, ортаға газон екеміз. Мыналар жүзімдер. Ой, қара отты қандай керемет. Ал достар, қазанға май құяйық. Майым қызып қалды. Мен қазір пияз салам. Керемет шығып жатыр ғой. Достар, кішкене қызарып қалды. Енді мен бұның үстіне қазір бағана кішкене тұз сепкем. Енді үстіне туралған картошка салып
Мінекей достар, біздің картошкамыз оғанда кішкене былай тұзды былай сеуіп жібереміз. Себебі бұл араластырғанға оңай болады да, тұзды сіңгенге жақсы. Ал достар, енді мен маған картофелімді салып жүрмін. Құлатылмай дұрыстап салсам ба уже? Қандай келді. Енді бұқтырып қойдық. Енді осымен кішкене отын баяулату керекпіз, ол үшін бұлай ала қоямыз. Ойбай. Күлгі өзіме кіріп кете жаздады. Достар, мынау бағана картошканы жуған суымнан қалғаны. Екінші жуғаннан. Саяжайда су тапшы болғандықтан осылай кәдеге жарата береміз осылай. Көрдіңіздер ме? Ал осы суды мен қазір барамда неге төгем? Ағаштың түбіне төгіп жерім. Себебі бұның бәрі органикалық заттар ғой бұның құрамында. Ешқандай да зат жоқ. Табиғат ананың несін осындай жаратылсын, біз бостан босқа асырап қылмау керекпіз. Мінекей достар, жүзімнің түбіне төге салдым. Достар, мынау менің былтырғы саяжайымның жемісі осындай көкөністен жапқанмын. Мынау да осы саяжайымыздың өнімі. Былтырғы шие. Бұл шиеден мен неге мұздатқышқа сақтап қоямын да, керегінше осылай тосап қайнатып отырамын. Мынаны бүгін қайнатқам, таңертең. Мына достар, қолдың наны өзім қолдан жапқан. Бұл жерде барлығы табиғи болайын деп тұр. Мынау компот. Компот жемістерден қайнатқам. Ал достар, кей біздің тамақ дайын болды. Қазір осыны енді табаққа аударамыз. Супер деп. Жоқ, мен өзім істедім. Неге достар, мынау менің дачада қалған кепкірім, бұл үлкен неге арналған ғой. Осыдан басқа түсіретін зат жоқ, сондықтан осыған түсіреміз. Осындай балғын көп жуаны себеміз. Ал достар, далаға пісірілген астың дәмі тіл үйреді екен. Сіздерге менімен болғандарыңызға алғыс айтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.